Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге корндок дайындайтын боламыз. Ендеше видеоны бастаймыз. Ең алдымен дәл видеодағыдай шпажканың көмегімен бөлінген шұжығымызға сырымызды қосып дайындап аламыз. Келесі кезекте нанын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бөлек ыдысымызға жылы суымызды ашытқы қантты қосып жақсылап араластырамыз. Бетін 15 минутқа жауып қоямыз. 15 минуттан соң ашытқымыз көтеріледі. Содан соң жұмыртқамызды саламыз, тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Кейін ұнымызды жарты-жартыдан қосып отырып араластырамыз. Содан соң бізде осындай қою нанымыз дайын болып шығуы тиіс. Бетін 1 сағатқа жауып қоямыз. 1 сағаттан соң нанымыз ашып дайын болады. Дәл видеода көрсетілгендей ең алдымен шұжығымызды нанымызға аунатамыз. Кейін дайын сухариге аунатып, қызып тұрған отта 4-5 минутқа қуырып аламыз. 5 минуттан соң келесі бетіне аударамыз. Содан соң бізде осындай өте керемет корндоктар дайын болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және бұл видео сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.